Сәлеметсіздер ме? Бүгін мынандай үш түрлі үшбұрыштың ауданын табудың жолын көрсетеміз. Міне, мынау бірінші тікбұрышты үшбұрыш, мынау доғал бұрышты үшбұрыш және сүйір бұрышты үшбұрыш. Тікбұрышты үшбұрышта бір бұрышы тік болу керек, яғни 90 градус болу керек. Ал доғал бұрышты үшбұрышта бір бұрышы 90 градустан көп болу керек. Ал сүйір бұрышта барлық бұрыштары 90 градустан кіші болу керек. Жақсы, тікбұрышты үшбұрыштан бастайық. Міне қараңыздар, тікбұрышты үшбұрыштың ауданын қалай табамыз? Ол үшін мына табанына қатысты біз мына орта сызық жүргізейік үшбұрыштың. Үшбұрыштың орта сызығы не деген сөз? Мына қабырғаларының дәл ортасын қосатын кесінді. Міне мына қабырғасын бүктейміз, дәл ортасын тауып аламыз. Міне мына нүкте. Мына қабырғасын бүктейміз, дәл ортасын тауып аламыз. Осы кесіндіні қосатын болсақ, бүктесек осы екі нүктені қосатындай, онда бізде үшбұрыштың орта сызығы шығады. Көрдіңіздер ме? Міне, мынау үшбұрыштың орта сызығы болып тұр. Енді қалған мына үшінші бұрышты бері қарай бүктейсіздер. Сонда бізде тік бұрышты төрт бұрыш шығатынын көріп тұрсыздар, яғни мына тік бұрышты үшбұрыштың ауданы бізге нені беріп тұр? Мына екі тік төрт бұрыштың ауданын беріп тұр. Яғни ол не деген сөз? Ол мынаны білдіреді. Яғни екі көбейтілген тік төрт бұрыштың ауданы екі еселенген мына тік төрт бұрыштың ауданы орта сызық бізде мынаны А дейтін болсақ, мына орта сызық А бөлінген 2. Және мына тік төрт бұрыштың ауданы мына катеттің жартысы болып тұр ғой. Сондықтан Б бөлінген 2 болады. Мына 2 мен 2 қысқарады да А көбейтілген Б бөлінген 2 шығады. Сонда екі катеттің көбейтіндісінің жартысына тең. Немесе А бөлінген 2, яғни біздің орта сызығымыз көбейтілген Б. Б дегеніміз мына біздің катетіміз әмбе биіктігіміз. Яғни орта сызық көбейтілген биіктік. Жақсы. Енді доғал бұрышты үшбұрышты қарастыратын болсақ. Мұнда да дәл солай. Мына доғал бұрышынан мына қабырғасына биіктік жүргізейік. Мына қызыл түспен көрсетілген биіктік. Оны қалай табамыз? Оны да мына қабырғасы беттесетіндей отырып, бүктеп отырып, міне бүктесек, мына жерде. Онда мына қызыл бізде биіктік шығатынын көреміз. Және мына көк түспен берілгені бұл орта сызығы, мына табанына қатысты жүргізілген. Орта сызықты табу үшін біз мына екі қабырғасын дәл ортасын тауып аламыз. Соңғы мына екі нүктені қосатын кесінді жүргіземіз. Сонда көк бізде орта сызық болып табылады үшбұрыштың. Сол орта сызық бойынша бүктесеңіздер, онда мына жерде де екі тік төрт бұрыштың шығатындығын көресіздер. Міне. Бұның ауданы қалай? Бұның ауданы да дәл жәнегіндей. Сонда екі еселенген тік төрт бұрыштың ауданы, яғни А бөлінген 2. А бөлінген 2 дегеніміз мынаны А дедік біз, мынау сонда орта сызық. Төрт бұрыштың ұзындығы болып тұр. Және көбейтілген H бөлінген 2. H бөлінген 2 дегеніміз мына биіктіктің жартысы. Енді мына 2 мен 2-ні қысқартсақ, А бөлінген 2 көбейтілген H. Яғни орта сызығы көбейтілген биіктік беріп тұр. Жақсы, енді бізде үшінші үшбұрыш, бұл сүйір бұрышты үшбұрыш қалды. Міне, сүйір бұрышты үшбұрыш. Мұнда да дәл жәнегіндей орта сызығын тауып аламыз. Мына табанына қатысты. Және орта сызыққа міне тапқаннан кейін былай қарай бүктесеңіздер, бұнда да екі тік төрт бұрыш шығатындығын көруге болады. Бұның ауданы да екі еселенген тік төрт бұрыштың ауданы екі көбейтілген, яғни А бөлінген 2 бізде орта сызық, көбейтілген H бөлінген 2, өйткені біз биіктікті дәл 2-ге бүктедік. Міне. Сонда 2 мен 2 қысқарады да А бөлінген 2 көбейтілген H, яғни орта сызық көбейтілген орта сызықты қиып өтетін биіктікке тең екен. Егер осы видео ұнаса, онда достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Менің каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта болатын қызықты сабақтарды жіберіп алмаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.